Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. Жайық деген ежелден бері қазақ үшін қымбатты кең өзен. Кейінгі жылдары Жайық өзенінің мәселесі көбейіп келеді. Су көлемі азайып, Ресейде өзен бойына су қоймалары салынған. Кеме қатынасы тоқтап, судың ластану деңгейі шекті нормадан асып кеткен. Ал енді Путин мүлдем шектен шығып, Жайық өзенін жауып тастапты. Біздің билік енді қандай жауап тарту керек? Неге бәрі 30 жыл бойы үндемей жүр? Достар, біз Назарбаев, Тоқаев, Путин және Американың бәріне қарсымыз. Біз тек қазақ халқының үнін жеткіземіз. Осы видеоға лайк қойып, арнамызға тіркелсеңіз, үлкен қолдау бересіз. Рахмет. Енді бастайық. Кеуіп кететін Жайық. Орыстар. Ресей су қоймаларын салғанда Қазақстанмен келіспейді. Чувашия, Башқұртстанда су бөгеттерін салып жатыр. Бірақ бізбен келіспейтін болып тұр. Жайықтың өзінде ешқандай бөгет салып жатқан жоқпыз дейді. Алайда Жайықты жайық етіп тұрған салаларды бөгеп тастап жатыр. Бізді ақымақ қылып отыр ғой. Сондықтан Жайық, Ертіс және басқа ірі өзендердің бассейндеріндегі зерттеулер саласындағы ынтымақтастықты арттырудың бірыңғай жол картасында Жайық емес, Жайық бассейні деген сөз болуы керек. Сонда өзенді толтыратын бүкіл салаларды да қарастырады. Жол картасын әрқашан сынға аламын. Әшейін көзбояушылық. Оған нақты шараларды қосу керек. Сонымен бірге ғалымдар мен экобелсенділер Жайық суының азаюын өзен бассейнде салынған су қоймалары, электр станцияларымен байланыстырады. Ресей академигі Александр Чибилевтің айтуынша, өзендегі су деңгейінің төмендеуі 1970 жылдардан бері байқала бастады. Дәл осы кезеңде өзеннің жоғарғы ағысында су электр станциялары және ірі су қоймаларының құрылысы басталды. Өзеннің бастауында тұрған Ресей аумағында Орал, Жайық бассейнінде Иреклинсктен басқа 12 ірі су қоймасы бар. Олардың әрқайсында кемінде 10 миллион текше метр су бар делінеді. Сонымен бірге Ресей Жайыққа құятын салалардың да көпшілігін бөгеген. Соның салдарынан арна толмай қалады. Башқұртстанда кейінгі 10-15 жылда Ақжар, Бұзаулық, Таналық, Махан деген су қоймалары салынған. Жалпы су қоймаларының қызметі өзеннің экожүйесін сақтау мақсатын көздемейді. Бассейннің жоғарғы және орта бөліктерінде салынған көптеген су қоймасы тиімсіз пайдаланылады дейді Александр Чибилев. Батыс Қазақстан билігі 2018 жылы өзен тартылу мен ластанудың шегіне жетті деп мәлімдеген. Бұл мәселе қарапайым адамға да қатты білінді. Былтыр қазанда Орал қаласының ортасында өзеннің түбі көрініп, шағын арал көбейді. Александр Чибилевтің мәліметіне қарағанда, бұдан бұрын өзеннің тартылуы 65 жыл бұрын, 1954-55 жылдары қатты байқалған. Алайда 2 жылдан кейін, 1957 жылы арнасынан асып, тіпті темір жолды шайып кеткен. Жайықтың кейінгі жылдары арнасы тартылғаннан соң қайтадан, баяғыша асаулығын көрсете алмай келе жатқаны өкінішті. Қазақстан-Ресей ғалымдар тобы 2017 жылы Жайық өзенін зерттеудің алдын ала нәтижелері бойынша баяндама жасады. Есеп Қазақстан Кеншимов К. Шортанбаев және Ресей Федерациясының Нестеренко Левыкин сарапшыларының материалы негізінде К. Ахметовтың жалпы редакциялауымен дайындалды. Баяндамаға сүйенсек, Орал, Жайық бассейнде өзенге құйылатын 58 салада 20 миллиард тонна өнеркәсіп қалдығы жиналып қалған. Мыңдаған гектар жер өндірістік қалдықтарға полигон ретінде бөлінген. Ресейдегі Магнитогорск қаласының тұсында судағы фосфаттың шекті мөлшерден 3 есе, нитритті азоттың 2 есе, мұнай қалдықтары 2 есе артқан. Батыс Қазақстан аумағында жыл сайын 5000 тонна зиянды қоспалар құйылады. Оның ішінде хлор, органикалық заттар, ауыр металл бар. Біздің Жайық Наш Урал экологиялық туристік қозғалысының жетекшісі Елена Тарасенко адамдардың қоршаған ортаға жанашырлықпен қарамайтынына да алаңдайды. Демалыстан кейін жағалауды ластап кететінін айтады. Жасыл желек, бекіре. Өзен суының азаюы орман тоғай және әйгілі бекіреге де әсер етті. Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, география, туризм және су ресурстары кафедрасының меңгерушісі Арман Жұмағазиевтің айтуынша, бекіренің Жайық өзеніне өрлеп шықпауына Каспийдегі мұнай алу жұмыстары және Жайық суының аздығы себеп болып отыр. Ресейлік ғалым Александр Чибилевтің мәліметіне қарағанда, 1970 жылдары Жайықта өндірілген қара уылдырық әлемдік нарықтағы барлық қара уылдырықтың 40%-на тең болды. 90 жылдары өзендегі бекіре тұқымдас балықтар 40 есе азайған. Сонымен бірге кейінгі жылдары орман тоғай жұқарып бара жатқаны алаңдатады. Махамбеттің Еділдің бойы ең тоғай деп жырлағанын білесіз ғой. Сол Еділдің ең тоғайы әлі бар. Жайықтың бойындағы тоғай да қалың еді. 90 жылдары отын тапшы болып, халық біраз шауып алды.
Сонымен бірге су тартылуы да қосылып, жердің ылғалы азайды. Жасыл желектің шығымы нашарлатады дейді Арман Жұмағазиев. Ауыз су. Ресеймен қоса есептегенде Орал жайық бойында 4000 халық өмір сүреді. Халық саны артуына байланысты су тұтыну көлемі де көбейген. Қазір өзенге шомылғаннан кейін үйге тағы душқа түсеміз. Бұрын олай болмады ғой. Халық саны да артып келеді. Сондықтан айтайын дегенім, қазір суды көбірек қажет етеміз. Менің ойымша, халық ішкен және шомылған суды тазартып, көгал суару, көлік жуу және зауыттардың керегіне жарату керек. Яғни техникалық суға айналдырған жөн. Шамамен бір қолданылған судың 70%-ын қайта іске жаратып алуға болады. Сонда жайықтан алатынымыз азаяды дейді Арман Жұмағазиев. Ал Орал қаласында су деңгейінің төмендеуінен ауыз судан қиындық туындады. Былтыр жайық деңгейі қалаға су алатын бастағаннан төмен түсіп кеткен. Керек көлемде су ала алмауына сол себеп болды дейді мәжіліс депутаты Дүйсенбай Тұрғанов. Үш өзеннің бойында орналасқан Оралда халық суды қатаң кесте бойынша алады. Дүйсенбай Тұрғанов ел ішінде тәртіп енгізу керегін айтады. Мысалы, арналарды аршу, тазалауды ұйымдастырып, суды технологиясыз ысырап етіп жатқандармен шұғылдану керек. Сонымен бірге мемлекеттік маңызы бар деген өзен көлдер қатарына жайықты қосу керек. Үкімет әне-міне дегенімен әлі созбалаңға салып келеді дейді. Айтуына қарағанда өзеннің Ақтөбе жағында заңсыз салынған су қоймасы мен бөгеттері бар. Былтыр біразы жойылып тәртіпке келтірілді. Бірақ әлі де біразы қалған. Ресей мен Қазақстанға қатар айтылатын сын, су ресурсы экономика салалары арасында оңтайлы бөлінбейді. Технологияларды, технологиялық тізбектерді, суды пайдалану процесін жетілдіру керек. Ауыл шаруашылығында тиімді суару жүйесін енгізу қажет. Жалпы, өзен бассейндеріндегі өзен ағынын реттеумен айналысу керек. Гидромелиоратор профессор Уәлиахмет Мұхамеджановтың пікірінше, ең алдымен елдегі су ресурстарын басқарудың қазіргі құрылымын қайта қарау. Су ресурстары жөніндегі комитеттің мәртебесін жекелеген мемлекеттік ведомство деңгейіне көтеру қажет. Жайық Орал өзені трансшекаралық бассейнінің экожүйесін сақтау жөніндегі Қазақстандық Ресейлік комиссиясының мүшесі Елена Тарасенко үйлестіру жұмысы пісіп жетілмеген, жүйелілік жоқ дегенді айтады. Кадр мәселесі өзекті. Гидротехник кадрлар дайындалмайды, сабақтастық үзіліп қалған дейді ол. Биыл қалай? Биыл қар молырақ түсіп, жауын-шашын жақсырақ жауды. Ресей жағындағы бір су бөгеті бұзылып, олар суды мол жіберуге мәжбүр болды. Сонымен жайық былтырғыдан жақсы, маңайындағы көлдерде толды. Ал келесі жылы қалай боларын айта алмаймын дейді депутат Дүйсенбай Тұрғанов. Жайық өзені былтырғымен салыстырғанда жақсы. Мына төмендегі мәлімет сөзіме дәлел бола алады. Тамыздың басындағы жағдай бойынша Январцева, Қо, гидропосында су шығыны секундына 122 текше метр болды. Ал 2021 жылы секундына 65 текше метр еді. Көшім ауылында секундына 133 текше метр болды. 2021 жылы 87 текше метр секунд еді дейді Жайық Орал өзені трансшекаралық бассейнінің экожүйесін сақтау жөніндегі Қазақстандық Ресейлік комиссиясының мүшесі Елена Тарасенко. Әрине, былтырғымен салыстырсақ жақсы. Бірақ әлі су аз, өте аз дейді Арман Жұмағазиев. Не істеу керек? Өзенді қалпына келтіру үшін нақты, жүйелі, күнделікті әрекет ету қажет. Экожүйені сақтау жөніндегі комиссияның ішінде жұмыс органын құру, ғалымдардың тапсырыстан тапсырысқа емес, тұрақты негізде нақты жұмыс істеу керек. Ал барлығын экология министрлігі үйлестіруі қажет дейді Елена Тарасенко. Ол Жайық өзені трансшекаралық бассейнінің экожүйесін сақтау жөніндегі комиссияның қызметі шеңберінде Қыр мен РФ үкіметтерінің іс-қимылы тиімді болады деп үміттенеді. Ал географ Арман Жұмағазиев трансшекаралық өзендер мәселесінде саяси ахуал үлкен рөл ойнайтынын айтады. Ертіс, Сырдария, Жайық, Іле, Шу. Барлық ірі өзеннің бастауы шетелде. Бізбен жақсы болған жылдары суды мол жібереді. Ал бірдеңе қажет етсе, суды қысып қалады. Біздің ауыз суымыз, ауыл шаруашылығы және басқа да салаларымыз, жоғарыда айтқан бекіре балығымыз, орман тоғайымыз барлығының тағдыры суға байлаулы. Бастысы шекарадан мол су алуға қол жеткізу керек. Жайыққа су келсе, осының бәріне жан бітеді. Ал болмаса, оны өзіңіз көріп отырсыз дейді ол.